достар, мен Айсұлу. Бүгін ерекше стильдегі сіздердің комментарийда қалдырған өтініштеріңіз бойынша құрақ аппликация кездесетін кухонный фартук дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге лен мата немесе скатерть маталар қажет болады. Және де құрақ тігу үшін әртүрлі түстегі бір-біріне сәйкес келетін түстегі маталар қажет. Мендегі мата бойынша осындай сұры жолақ болды. Мен оны құрақ үшін және де косой бейка жасау үшін қиып алдым. Екі жағынан да. Матаның дәл ортасынан екі бүктеп, біз өлшемін тұрғызамыз. Мына жағынан бізге 60-62 сантиметр керек, яғни ол төменгі жағы. Және де фартуктың жалпы ұзындығы 74 сантиметр болады. Және де біздегі кеуде жағымыз 11-12 сантиметр болады. Ашқан кезде 22-24 сантиметрге тең. Төменгі жағынан жоғары қарай 46 сантиметр аламыз. Және де тағы да параллельні солай 46 сантиметр жүріп шығамыз. Және де сол жерден 43 сантиметрмен әрі қарай жүреміз. Көріп тұрғандарыңыздай бүктелген жағынан барлығын есептеп жатырмын бастап. Мінекей 46, енді осы 46-ны әрі қарай бұрышқа қарай жантая ал өлшеп шығамын сызып. Сол 46-ның аяқталған жерінен осылай ойық сызып шығамын. Қиылысқан жеріне дейін. Және де мына 11-12 сантиметр аяқталған жерден де осылай ойық сызып шығамын. 2 сантиметрге төмен түсе. Қиып аламыз оларды. Мінекей осындай болып шықты нәтижесі. Шамамен осы жерде қалта тұратын болады. Мен косой бейканы осы матадан бөлігінен жасап алдым. Сіздер бөлек сатып алуларыңызға да болады, немесе сіздерде матаңызда осындай ерекше суреттері бар жерді қиып алуларыңызға болады. Косой бейканың ұзындығы шамамен 170-200 сантиметр болады, яғни фартугымызды айналдырып тігуге ені 4 сантиметр, 2 бүктеген кезде 2 сантиметрдей болуы керек. Мінекей осылай үтіктеп шығамыз. Бұл біздің қолдан жасаған косой бейкамыз. Әрі қарай мойнына бау жасайтын боламыз. Ол менде шамамен 50 сантиметрге болды. Сіздердің өздеріңіздің өлшемдеріңізге байланысты. Ені 8 сантиметр, 2 бүктеген кезде 4 сантиметр болады. Мінекей олардың екі жағын тігіп аламыз да, оң қаратып, оң жағынан шет жағын ішіне 2 бүктей отыра тігеміз. Дәл видеода көрсетілгендей. Мінекей сыртынан ішке қайыра отыра екі жағынан тігіп шығамыз ұзыннан. Және де екінші жағында бір тігіп шығамыз. Себебі ол сол кезде бауымыз әдемірек көрінеді. Мінекей
және де бір-біріне жаңғы бөліктерін тігіп шығамыз. Мінекей мен ортаңғы қалтаға осылай толығымен айналып тұратын құрақ тісті екі жанына үш-үштен әдемілеп қойдым. Енді екі жағындағы шеткі жақтарын бір-біріне қайырып осылай тігіп тастадым. Енді оларды қалтаға тігуіміз керек. Ол үшін инемен бекітіп, көрсетілген жерден тігіп шығамыз. Яғни қатты шетінен емес, ортаңғы жағына қарай. Сонда әдемірек болады. Мінекей мынау нәтижесі. Енді кружево матаны алып, шет жағын әдемілеп қиып алып, сонымен айналдырып ортаңғы жағын, және де шеткі жақтарында әдемілеп шықтым. Енді бағанағы 40-42 сантиметр төмен түсіп белгілеген жерімізден қалтамызды қойып аламыз. Түзеу қылып, төменгі жақтарынан белгілеп алып, сол жерден қалтаның ішкі жағынан тігуіміз керек болады. Ол үшін екі шетін қайырамыз бірінші, инемен бекітіп аламыз әр жерінен, және де соны тігіп шығамыз ұзыннан. Қалтамыздың шет жақтарынан қиғашынан кішкене қиып тастаймыз, қайырылатын жерлерін. Енді қалтамызды оң қаратып, екі жағынан инемен бекітіп, және ортасындағы бөліктерінен де инемен бекітіп, тігіп шығамыз. Фартуғымыз негізі дайын болды, бірақ мен фартуғыме ерекшелік үшін шие тігіп шықтым, яғни жемісті фетра қағаздардан көріп тұрғандарыңыздай тіктім. Ешқандай да қиындығы жоқ. Шиенің ішін холофайбермен толтырдым. Сіздер мақтамен немесе кез келген мата қалдықтарымен толтыруларыңызға болады. Дайын болған шиемізді осылай шет жаққа әдемілеп бекітіп қоямыз. Тігіп. Қыздар, ешқандай да сөзім жоқ, барлығы көрініп тұр деп ойлаймын видеодан. Әдемілікті әрине видеомен жеткізуге тырыстым, бірақ та керемет болып шыққанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздерге де тігуге кеңес беремін. Осындай фартук әр үйдің асханасын ерекшелеп сәндеп тұратынына сөзсіз сенімдімін. Сіздермен болған Айсұлу. Егер де менің каналымдағы видеолар сізге ұнаса, сіздердің мен үшін жасай алатын нәрселеріңіз пікір жазу және де каналыма жазылу. Менімен бірге болыңыздар, менен әртүрлі видео күтіңіздер. Және де басқа да видеоларымды қарауға кеңес беремін. Көп рахмет.